Келесі қадамда біз осы NDVI, NDW және NDBI атты бірқатар функцияларды ә, соған арналған функция жазамыз, иә. Яғни мысалы ең жоғарғы бөлігінде слэш қоямыз да комментарий жасаймыз. Яғни комментарий бізге болашақта скриптімізді оқу үшін және соны модификациялау үшін қажет болып табылады. Жазамыз. Sentinel 2 аштық сосын импорттау және уақыт аралығын таңдау. Немесе басқа да фильтрация түрлерін қайта кетеді. Келесі бізде NDVI, NDWI және де NDBI индекстерді есептеуге арналған функцияны жазу. Енді ең алдымен осы функциялар негізгі айырмашылығын, яғни соған байланысты теориялық тұстарын қарастыратын болсақ, мысалы NDVI, in Sentinel-2. Яғни бұл жақта NIR red екені анықталған, иә, көріп отырғандарыңыздай, ол сәйкесінше Sentinel-2A және 2B ғарыштық түсірісінде бұл 8-ші және 4-ші каналдар екендігі анықталған. Көріп отырғандарыңыздай, яғни 8 бен 4-ші каналдар керек. Енді бізге NDWI-дың методологиялық шешімі қажет. NDWI-дың методологиялық шешімі ол сәйкесінше NIR каналы керек және green каналымен анықталады. NDWI Sentinel-дегі ол 3-ші және 8-ші каналдарын атап айтқанда green және NIR каналдарының азайтындысы және қосындысының бір-біріне бөлінісі ретінде. Енді NDBI. NDBI-да 11 және 8. Яғни әрбір 3 каналда да NIR қолданылады, алайда бұл жақта 11-ші канал екендігі анықталған. Яғни свир, яғни NDBI-ді қолдану үшін бізге сәйкесінше свир қажет. Енді осы деректерді ескере отырып, осы деректерді басшылыққа алып отырып, функция жазамыз. Function, мысалы add indices, img. Осы жаққа біз жазуымыз қажет. Яғни әрбір индекстің өзіндік нәтижелері, мысалы var NDVI. Яғни бұл тек қазіргі таңда функцияны жазғаннан кейін бізде дайын NDVI индекстер шықпайды. Бұл тек қолданбалы функция болып. Яғни бұны қолдансақ қана шығады деген нәтиже болады. IMG, normalized difference, normalized difference. Осы жаққа алдындағы каналдарды сәйкес қоюымыз керек. Яғни NDVI бағанағы нәтиже бойынша 8, 4. Name өзімізге түсінікті болу үшін бұны NDVI деп ат қоямыз. Енді қалғандары, тура осы принцип бойынша қалғандарын да жазып шығамыз. NDWI. NDWI-да бағанағы көрініс бойынша бізге тек 3 қана қажет. 3 және 8. 3 және 8. NDWI. Енді NDBI қалды бізде. NDBI, яғни бұл жақта 11 және 8. 13-ті біз 11-ге түзетеміз. 11 және 8, және де атын сәйкесінше NDBI деп өзгертеміз. Яғни бұл
негізгі шешім болып табылады. Енді және де соңғы нәтиже, әрбір функция, алдыңғы сабақтарды еске алатын болсақ, белгілі бір нысанды, белгілі бір ғарыштық түсірістерді қайтару керек. And bands, және осы жақта біз өзіміздің деректеріміз қайтадан келтіреміз. NDVI, NDWI, және де NDBI. NDBI. Return IMG at bands NDVI, NDWI деп келтіреміз. Енді return барлығы орындалды, function барлығы дұрыс. Және бұл жақта семиколон деген белгілі бір ошибка деректер көрсетілген. Яғни тағы да бір тексеріп шығамыз. At indices, IMG, NDVI, IMG, normalized difference, B8, B4, rename, NDVI, барлығы дұрыс. 3, 11, return, IMG, at bands, NDVI, NDW, NDBI. Сол бойынша ранды басып көрейік. Бізде қателік шықса, осы жақта қазір шығады. Яғни ешқандай қателік орын алған жоқ. Сол үшін біз осы бар 2, 8 indices, S2, және де map'ның ішкі бөлігінде біздің қазір ғана жазған функциямыздың атын жазамыз. Indices. Енді композициямен орындап көрейік. Бар composite, 2, 8 indices, 2A indices, median, және де медианнан кейін клипті орындаймыз. Яғни біздің area of interest арқылы кесу операциясын орындауымыз қажет. Ранды басамыз. S2 indices is not a function деп тұр. Соған сәйкес 2, 8 map at indices. Бір ошибка болып тұр. Яғни көріп отырғандарымыздай, негізгі қателік ол I әрпін дұрыс жазбау, I-дың орнына I-ді жазып қойған себеп болып табылады. Яғни indices, 2, 8 indices equal S2, бағана Sentinel 2 ғарыштық түсірістерімізді осы жақта келтіреміз. Map at indices. Функцияны жазамыз. Var composite, 2A indices, median, clip, avoid, ранды басамыз. Сәйкесінше бізде ешқандай қателік орын алған жоқ. Және де осылардың карта бетіне қосу үшін біз дайын композицияны алатын боламыз интернет желісінен. Яғни дайын композицияны мысалы add layer арқылы алып композициямен көрсетсек болады. Яғни map add layer composite, select, NDVI, min, max, palette, яғни әрбір түстерді көрсеткен осы бойынша NDVI, және де осы бойынша add layer'ді жүзеге асырып көрейік, яғни қандай нәтиже шығады екен бізде. Яғни бізде нәтиже сәтті шыққандығы көрініс табады. Енді келесі NDVI және NDWI-ді қосатын боламыз. Ол үшін бағана интернет желісіндегі деректерді қолданамыз. NDI, NDBI деректерін белгілі бір танап бойынша қолданатын боламыз. Яғни көріп отырғандарымыздай барлық индекстер сәтті жүктелді және де карта бетіне сәтті аяқталғанда көрініс табады.